Бізде енді Plinko деген ойын, новый ойын, мен сіздерге соңғы кездері айтып жүрмін ғой. Plinko деген андай беспроигрышный ойын ғой, ешқандай жеңіліс деген нәрсе жоқ. Дейді 11.500 ұттым дейді, 40.000 ұттым дейді, қараңыздар. Құрметті Назым Жұмабек ханым, сізге де бірнеше рет ескертулер айтылды. Байқаймыз, сіз олмен енді ескертумен шектеліп жатқан жоқсыз. Әрине оңай ақшадан кім арылғысы келеді. Отбасылық мәселені желеп өтіп, оқырмандардың көңіліне кіргеннен кейін ары қарай оларды байтамын, олардың ақшасының кредиттерін жауап беремін деп соншалықты жарнама жасап, адамдарды алдағаныңызды қою керек сияқты негізі. Себебі онлайн казино лудоманияға алып келеді, ал лудомания дерті қазіргі таңда білесіздер, Қазақстандағы 350 мыңға жуық адам лудоманиямен ауырады, сол дертке шалдыққан. Әрине ол дерт, сол дерттің арқасында қаншама отбасылар ойран болып жатыр. Оның барлығын ойлайтын Назым болса әрине. Бірақ та құрметті оқырмандар, біліңіздер, Назым ханым, сіз де біліңіздер, басқа жарнамалайтындар да біліп жүріңіздер. Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңының 6 бабы 5 тармағы 1 тармақшасына сәйкес онлайн казино, интернет казиноларды жарнамалауға тыйым салынады. Бұл тыйымды ескермесеңіздер, қазірге әзірше сіздерге әкімшілік жаза қолданылады, немесе алдағы уақыттағы өзгерістер енгізсе заңға қылмыстық жауапкершілікке тартылуларыңыз әбден мүмкін. Сондықтан да сақ болыңыздар, осындай заңды біліп жүріңіздер. Сонымен қатар оқырмандар, жалпы оңай ақша еш жақта жоқ екенін біліңіздер. Алданып жоқ іздегенше алданбайтын жол іздеңіз.